Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Рыскүл. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді әрі оңай дайындалатын фунчоза салатын дайындайтын боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ең алдымен бізге осылай етімізді ұзынша етіп турап алуымыз қажет. Одан кейін қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, етімізді жақсылап толықтай жұмсарғанша жақсылап қуыратын боламыз. Тұзымызды сеуіп, қақпағын жауып, дайын болғанша күтеміз. Етіміз толықтай жұмсарғанша басқа заттарымызды турауға кірісетін боламыз. Ең бірінші осылай қиярымызды ұзынша етіп жақсылап турап аламыз. Келесі осылай мен екі түрлі бұрышты қолдандым, яғни түстері әртүрлі, бір сары, бір қызыл бұрышты қолдандым. Оны осылай жұқалап етіп, жақсылап ұзынша етіп турап алуымыз қажет болады. Сәбізімізді осылай арнайы теркамыздан жақсылап өткізіп аламыз. Чесногымызды да осылай жақсылап ұсақтап турап алатын боламыз. Қайнап тұрған суымызға фунчозамызды салып, осылай бір рет араластырып, одан кейін 10-15 минут көлемде дайын болғанша күтетін боламыз. Етіміздің суы жақсылап тартылғаннан кейін сәбіз бен бұрышымызды салып, тағы да 5 минут көлемінде барлығын жақсылап қуыратын боламыз. Фунчозамызды міндетті түрде дайын болғаннан кейін 2 қабат суық сумен жақсылап жуып алуымыз қажет болады. Және біздің фунчозамыз осылай ұзын болғандықтан пышақтың көмегімен осылай бір 5-6 қабат барлық жерінен кесіп алатын боламыз. Енді дайын тұрған заттарымыздың барлығын қосып, осылай чим-чим деген арнайы корейский заправка, яғни фунчозаға арналған, соны барлығын қосып, барлығын яғни жақсылап араластыратын боламыз. Тоңазытқышқа 1 сағат көлемінде қойып қойсаңыздар, барлығы жақсылап сіңетін болады. Одан кейін тамақтың орнына жей берулеріңізге болады. Міне біздің өте тез әрі тойымды салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге және отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қоңыраушанды басып қойыңыздар. Жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.